Солтүстік Каспий маңының табиғи мұрасы. Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінің 90 жылдық мерейтойына арналған халықаралық ғылыми танымдық экспедиция осылай деп аталды. 12 адамнан құралған зерттеушілер тобы 16 күн бойы аталған бағытта табиғи нысандарды аралайды, ғылыми танымдық мәліметтер жинайды. Сол арқылы өсімдіктер мен жануарлар дүниесі жер бедері сипатында сақтайды. Жоба Батыс Қазақстанда рекреациялық туризмді дамытуға, әлемдік деңгейдегі бірегей табиғи және рухани нысандар негізінде рекреациялық аймақтарды жобалау мен құруға бағытталған. Экспедиция мүшелері осы аралықта 4000 шақырым жолды жүруді жоспарлап отыр. Негізгі мақсат солтүстік Каспий табиғатын жаңадан зерттеу. Себебі бұрынғы мәліметтер ескіреді, табиғи құбылыстар орын алады. Ол үшін жаңа ғылыми мәліметтер жинау маңызды. Ғалымдар зерттеу жұмыстарының қорытындысы бойынша басылым беттерінде мақалалар жариялап, деректі фильм түсіруді, табиғи нысандарды сипаттайтын арнайы кітап шығаруды жоспарлап отыр. Каспий маңындағы ерекше табиғи нысандарға барамыз. Соның ішінен біздің облысымыз бойынша қарайтын болсақ, үлкен Ешкі тауы, Шатырлы Борлы таулары, Нарынғұмдар, Аралсор көлі, көршілес Атырау облысының аймағындағы Тайсойған құмдары, Ақтолағай, Ақкегершін Борлы таулары, Доңызтау мен Желтау тауларына жоспарымыз бар. Осы экспедиция барысында құнды ғылыми жаңа мәлімет алынады. Өсімдік жамылғысы, жануарлар дүниесі, ландшафттың түрлері, геологиялық құрылымы, геоморфологиялық құрылымы, жер бедерінің сипаттамасы толықтай жасалынады. Жалпы жоспарымыз бойынша 16 күндік экспедиция. Бұл экспедициямыз университетте бұрыннан бері қалыптасқан белгілі геоботаник ғалымы біздің университетімізде жұмыс жасаған Вячеслав Иванов бастаған экспедицияларын жалғастырып айтуға болады. Көктемгі кезде, күзгі кезде осындай кешенді экспедиция ұйымдастырып тұрған, оның ары қарай жалғастырушылар бар ғалымдарымыз. Соның ішінде Есенбай Агилеев, Анатолий Захарович Петренко, Фартушина Мария Максимовна осындай экспедициялар жыл сайын ұйымдастырып тұрған. Экспедиция нәтижесінде халықаралық басылымдарда мақалаларымыз шығады. Соңында бейне түсірілім негіздерінде видеофильм жасаймыз. Сонымен қатар арнайы фото көрме ұйымдастырамыз. Және арнайы бөлек буклет ретінде толық табиғи нысандарды сипаттайтын кітабымыз шығады деп жоспарда бар. Жалпы мақсат не қажет? Жаңағы осының барлығы зерттеу, өзіңіз айтқан буклет шығару, көрме ұйымдастыру, деректі фильмдер дайындау. Не мақсат? Негізгі мақсат солтүстік Каспий маңының табиғатын жаңадан зерттеу. Бұрынғы мәліметтер ескереді, табиғатта өзгеріс құбылыстар болып тұрады. Соған орай жаңа ғылыми мәлімет алу. Жаңа ғылыми мәлімет алу арқылы біздер болашақта аймағымызда ерекше қорғалатын табиғи аймақтар ұйымдастыру жоспарда бар. Соған ұсыныс жасаймыз. Ерекше табиғи нысандарды сақтап қалуға қандай ұсыныстар болады. Сол жердің толықтай биологиялық, геологиялық сипаттамасын беру арқылы болашақта мысалға Индер табиғи паркін ұйымдастыру, Желтау, солтүстік үстірт ұлттық саябағын ұйымдастыру секілді. Сонымен қатар Ақтолағай, Ақкегершін аймақтарында туристік рекреациялық аймақтар ұйымдастыру арқылы елімізге болашақта туристерді тарту, ішкі туризмді дамыту, сыртқы туризмді дамыту, сондай мақсаттарымыз бар. Оның бәрі осы экспедиция жорық барысында бұрынғы мәліметтерді біріктіріліп, жаңа мәліметтер арқылы ұсыныстар ғалымдарымыз даярлайды.